Говядина с помидорами деген түрікше рецепт. Кислый ерекше дәмі болғандықтан меня не получилось деп жазылып тұр менде. Бірақ дәмі ерекше күйеуіме және де үйдегі адамдарға ұнағандықтан жасадым видеосын. Етті осындай соломка қылып турап аламыз. Сосын мына жерде стаканға яблочный уксуспенен суды араластырдым. Яблочный уксус 1 ас қасық және де су және де балдан 2 ас қасық қостым. Сосын чесноктан қосамын 1/4 ас қасық. Пияз, яғни жасыл пияздан қосам 1/4 ас қасық және де қара бұрыштан кішкене ғана қостым. Арақтан 2 ас қасық қосу керек. Және де кунжутное масло. Егер сізде кунжутная паста бар болса, тапсаңыздар, кунжутная пастаны қоссаңыздар болады. Енді осы етті осы маринадымызға 1 сағат қалдырып қоямыз. Дұрыстап араластырып, бетін жауып алып қоямыз. Помидорды үстіп крестик қылып турап аламыз да, суды қайнатып, үстіне құйсаңыздар, қабығы оңай алынады. Қайнаған ыстық суды құйсаңыздар, қабығы сыдырылып түсіп қалады. Алынбай жатса тағы да суға батырып қойыңыздар. Жаңа біріншісі менде онша алынбады. Сөйтіп помидорды сыдырылып түсіп алып тастағаннан кейін оны майдалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға зәйтүн майынан қосамыз 3 ас қасық. Осы 3 ас қасық зәйтүн майына жаңағы маринадталған етімізді жаңағыдай суынан сығып алып қуырып аламыз. Бүкіл маринады, яғни суы ұшып кеткенше дұрыстап 3-5 минуттай қуырамыз. Әбден қуырылған соң помидорымызды қосамыз. Енді осыны 1/2 сағаттай бұқтырып аламыз. Немесе 1/2 сағаттан көбірек, өте кішкентай отта бұқтырып аламыз. Мен кішкене қаймақ қосып жібердім. Сіздер кунжутный